Сіз де өкшеңізді креммен майлап, пемзамен егеп, түрлі маздарды жағып шаршадыңыз ба? Бірақ ештеңе көмектеспейді, солай ма? Жарылған жерлер тереңдеп жүруге кедергі келтіріп, тіпті қан ағып жатыр ма? Көпшілігі терім құрғақ, жаз ғой, жерден деп өзін алдайды. Бірақ шындық әлдеқайда қорқынышты. Өкшенің жарылуы бұл терінің мәселесі емес. Бұл сіздің бауырыңыз бен гормондарыңыздың сізге берген соңғы ескертуі. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз, мен сізге өкшеңізді бір түнде нәрестенікіндей ететін құпияны және нақты қай ағзаңыз ауырып тұрғанын айтатын боламын. Бірінші себеп бауыр және өт жолдары. Терінің саулығына жауап беретін ең басты дәрумен бар. А және Е. Бұл дәрумендер майда ериді. Егер сіздің бауырыңыз дұрыс жұмыс істемей, өт айдау процесі бұзылса, бұл дәрумендер қанша жерден ішсеңіз де сіңбейді. Нәтижесінде өкшеңіз ағаш сияқты қатайып, шытынап, жарыла бастайды. Сіз сыртынан майлағанмен ағзаға іштен май жетпей жатыр. Екінші себеп қалқанша безі. Өкшеңіз жарылып қана қоймай, шынтағыңыз да қарайып, теріңіз тым қатты құрғап кетсе, дереу эндокринологқа жүгіріңіз. Бұл гипотиреоздың, яғни қалқанша бездің нашар жұмыс істеуінің басты белгісі. Гормондар бұзылғанда терінің жаңару процесі тоқтайды. Сіз өкшеңізді қанша егесеңіз де ол қайтадан мүйізденіп өсе береді. Үшінші себеп тәтті өлім, қант диабеті. Назар аударыңыз, егер өкшеңіз жарылып, бірақ ол ауырмаса, немесе өте кеш жазылса, бұл қант диабетінің белгісі. Қант деңгейі жоғарылағанда аяқтағы жүйке талшықтары мен қан тамырлары өле бастайды. Тері ылғалды сезбейді, кеуіп кетеді де терең жаралар пайда болады. Бұл диабеттік табанның алғашқы қадамы. Зең, грибоктар мәселесі. Егер өкшеңіз жарылып, арасы қышыса және жағымсыз иіс шықса, бұл грибок. Егер ол жерге крем жаққан сайын, сіз грибокты одан сайын қоректендіріп өсіресіз. Мұндайда антисептикалық және грибокқа қарсы ем керек. Қалай емдейміз? Сонымен не істейміз? Іштен бастаңыз, рационыңызға пайдалы майларды қосыңыз. Анализ тапсырыңыз, бауыр ферменттері мен қалқанша без гормондарын тексертіңіз. Үй жағдайындағы лайфхактар. Ұйықтар алдында аяғыңызды жылы суға, сода немесе тұз қосылған суға салып жібітіңіз. Сосын дәріханадан алынған глицерин мен сірке суын уксусты араластырып жағыңыз да пакет киіп, шұлық киіп ұйықтаңыз. Таңертең өкшеңізді танымай қаласыз. Достар, өкше бұл сіздің денсаулығыңыздың айнасы. Оны тек сыртынан емес, іштен емдеңіз. Сіздің өкшеңіз жарыла ма? Қандай әдіс көмектесті? Төменге жазыңыз, тәжірибе бөлісейік. Лайк басып, арнаға жазылыңыз, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Сау болыңыздар.